анау негізше қайсы сайран соған кететін саяхат жібек жолы көшесі ғой анау прямо кеткен. Сөйтіп мына жерде кафе бар, не бар, ана нең артында ана жерде тіс емханасы дейді. Енді бұл жерде не көрінбей тұр енді көше. Енді қызықты айтайын дедім. Өткенде мен осы жерден өткенде мыналар жоқ болады. Мына жер бет ойылып жатқан. Сөйтті де бұлар келді да мына жерде асфальт жасады ғой. Асфальт жасады. Сөйтіп бұны келіп көмді ғой. Асфальт жасап, мына жерді қазған. Асфальт жасап, трактормен көміп. Сөйтіп кеше жаңбырда анадан су аққан, мұн жақтан келген сулар аққан, ана жақтан келген, ана крышадан су аққан, барлығы мынадан аққанда мына асфальт отырған ғой. Көрдіңіз бе? Мына жерге мынандай не қойып қойды. Жоқ, сонда мен айтайын дегенім бар ғой. Мына жерге құдық па бірдеме қазды аналар бар ғой. Яғы канализация ма? Мұна тым жақсы асфальтты бұзып, мұнаны қазды ғой. Енді қара, қазған жерін қара. Ана менің велигім ана өте алмай тұрмыз. Мына жер ойылып қалды ғой, жаман ойылып қалды. Ана енді ойылғандағы асфальттың қалыңдығын көрсетейін дедім. Асфальттың қалыңдығы где-то міне мынандай. Бір саусақтың бұл. Мына где-то 6 сантим, 5 сантим сондай. Міне. Бұрынғысын қара. Бұрынғы асфальттанған енді. Бұрынғы екеуі бір сияқты, екеуінің қалыңдығы. Бірақ мына сонда астында деймді, мынаны қазған кезде қаншама техника келді. Қандай техника келді? КамАЗы келді, анасы келді, мынасы келді, бәрі келді. Соншама техникамен келіп, мына жерді қазды. Соншама техникамен келіп, мына жер жасады. Жасағандағы түрі мынау. Бір жаңбыр жауып еді, мына жердің барлығы ойылды да қалды. Енді бұған кім жауап береді? Ойылды да қалды. Түкке пайда. Мына здания ертең құлайды. Осылай болып тұра беретін болса. Ана асфальттаған түрін қара. Мынау? Міне. 2 сантиметр бұрын, 2 сантиметр неден шығып тұр. Неге теп-тегіс қылып жасап кетпейді деймді? Қалай қазды? Мұна асфальттың беті сияқты теп-тегіс қылып. Ондай сондай қылып тегіс қылып жасай алмай ма? Жоқ, жасауға болмай ма деймді? Неге теп-тегіс қылып қазып кете алмайды? Сондай профессионалдар жоқ па деймді? Анандай техникамен келіп, бәрін қазып келеді дағы. Жасар кезде болды, бітті. Жасар кезде жасай алмайды. Бұлай айтқанда, бұзуға шеберді, жасауға жасай алмайды. Не болып деймді? Сонша техникаменен жасай алмайды.